Ал Қарағанды облысына алдағы 5 жылда 50 теолог маман келіп жұмыс істейді. Бүгін аймақ басшысы Ерлан Қошанов пен Нұрбәбәрак университетінің ректоры Жуда Басюини екіжақты келісімге қол қойды. Келешекте теологтар жастардың теріс ағым жетегінде кетпеуін қадағалап, діни сауатын жетілдіреді. Қарағандыда жастар дәстүрлі құндылықтар үшін форумында көп мәселе талқыланды. Жастар жат ағымның жетегінде кетпеу үшін оларға жол көрсететін діни сауаты жоғары мамандар керек. Осыған орай енді әр жыл сайын Қарағанды облысына Нұрбәбәрак университетінен 10 теолог маман жұмысқа жіберілетін болды. Олардың оқу ақысы облыс бюджетінен төленбек. Ал мамандар кемінде 3 жыл кенді өңірде еңбек етуі тиіс. Жылына 10 теолог сіздерде дайындауға бүгінгі күнде жоспарлап отырмыз. Сонымен 5 жылда біз осы Қарағанды облысы үшін жас теологтардың, мамандардың толық қамтамасыз ететін боламыз. Бұл біздің облыстық бюджеттен қаржыландыратын болады. Дәстүрлі құндылықтарды дәріптейтін жастар форумына ел ағалары келіп, емен жарқын әңгіме құрды. Өскелең ұрпаққа ақылдарын айтып, өмірлік тәжірибелерімен бөлісті. Өкінішке орай былтыр ғана жанұя құрған 10 мың жұптың тең жартысы жылға жетпей ажырасып кеткен. Оның басым көпшілігі 25 пен 27 жас аралығындағы қыз жігіттер екен. Бұл келеңсіздіктің алдын алуда форумда талқыланған өзекті тақырыптың бірі болды. Жаны саудың тәні сау демекші, біздің еліміздің барлық жастары дендерін сақтап жүріп, спортпен шұғылданып, әрқашанда білімді болу керек. Мен ойымша сол ең басты мақсат біздің еліміздің. Сол себепті мен сондай жастарды, сондай азаматтарды қолдаймын. Жиын барысында еліміздің әр түкпірінен жиналған жастарда өз ойларын ортаға салып, ұлттық құндылықтарды сақтаудың сырларымен бөлісті. Форум ертең де жалғасады. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан.